Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 4-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні бойынша жер байлығы, ел байлығы тақырыбымен танысып, мыс ойған мәтінімен танысамыз. Сабақтың мақсаты: оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру. Шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру. Сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңіл-күй қалыптастырып алайық. Әрбір сабақ үйрену, ұғу, ұлағат. Әрбір ісің тірлік, тірек, адамдық. Әрбір сөзің шындық, бірлік, адамдық. Ойлан айдары бойынша ребусты шешіп алайық. Видеоны тоқтата тұрып, ребусты шешіп комментарийге жазыңыздар. Дұрыс жауабымен салыстырайық. Бірінші — алтын. Екінші ребустың жауабы — мұнай, көмір, жез. Балалар, ойланайықшы, өз жерлерінде өндірілетін қандай қазба байлықтар бар? Соны осы тапсырмадағы бос ұяшықтарға жаза қойыңдар. Ал енді менің жауабыммен салыстырып көрейік. Жаңа сабағымызды бастайық. Тұрсын Жұртбай, жазушы, ақын, ғалым. 1951 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шаған ауылында дүниеге келген. Дулыға, Қоңыр күз, Жүрегімде жұмыр жер, тағы басқа кітаптары бар. Зерттеу еңбектері мен көркем шығармалары шет тілдерге аударылған. Келесі кезекте Тұрсын Жұртбайдың мыс ойған мәтінінің мазмұнымен танысайық. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Салқын самалды Сарыарқаның даласы, арқасында асынған жол дорбасы, қолында қысқа қайласы бар бір жолаушы келеді. Әр төбенің басына шығып, күнге күйген тастарды балғасымен уатып, ұзақ үңіледі. Белең астынан бір салт атты шыға келді де, жаяу жолаушыға қарай бұрылды. Сақалы омырауын жапқан қарт екен. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам, балам. Жол болсын. Не іздеп жүрсің? Неге ат мінбегенсің? Атай, мінерлік көлік табылады ғой. Бірақ менің жаяу жүруім керек. Іздеген жезім тастың арасында. Жез деймісің? Түсінікті. Үйге жүр, сусындап ал. Біздің ауыл мұна мыс ойғанда. Іздеген жезім тастың арасында дейсің бе? Кел мінге сатқа. Рахмет, ақсақал. Жаяу жүруге үйрендік қой. Жаяу жолаушы кен орнын іздеп жүрген геолог Қаныш Сәтбаев. Атты адам арқаның тау тасына қанық берден қарт еді. Мұна жердің мыс ойған аталуының сыры бар. Баяғыда қазақ еліне жоңғарлар шабуыл жасапты. Сол ұрыста қазақтың атақты бір батыры жоңғар әскерімен шайқасқа түсіпті. Жоңғарлар сарбаздарды 3 жақтан қыспаққа алыпты. Әлгі батыр кейін шегінуге намыстанады. Іштей тәуекелге бел байлап, сарбаздарына шегінуге бұйрық береді. Қуғыншы жоңғарларға жалғыз өзі қарсы тұрып, қалың қолды ажалдан арашаламақ болады. Ыза кернеген батыр қолындағы айбалтамен жерді шауып жіберіпті. Сонда кішкентай төмпешік ойылып түседі. Батыр тағы бір ұрған екен, ойық тереңдей түсіпті. Сол кезде батырдың ойына бір қулық орала кетеді. Ат-матымен әлгі шұңқырға түсіп, бұға қалады. Қалың қолдың шегінгенін көрген жоңғарлар қуыстағы батырдың екі жағынан шауып өте шығады. Батыр атын тебініп қалады да жаудың ту сыртынан тиіседі. Мұны көрген қазақ әскері де кері бұрылып жоңғарларды қыспаққа алыпты. Қыспаққа шыдамаған жау быт-шыт болады. Бет-бетімен қашып жеңіліске ұшырапты. Содан кейін 300-дің баласы бірігіп, мына Ұлытаудың жартасына таңбаларын ойыпты. Кейін батыр әлгі шұңқырға келсе, ішінде сап-сары бір нәрсе жатады. Ол мыс екен. Ұсталар әлгі мыстан қажетінше ойып алып,
керегіңе жаратқан екен. Содан бастап бұл ара мыс ойған аталып кеткен балам. Қаныш аңызды қызыға тыңдап, өңі бал бол жанды. Ол аңыздың ақиқат екеніне сенді. Бірде ақсақал оны мыс ойған шұңқырына ертіп барады. Қаныш бұл шұңқырды ұзақ зерттейді. Мыс ойғанның түбінен жұдырықтай табиғи мыс қоспасын тауып алып, қапшығына салады. Кейін мыс ойғаннан үлкен шахта ашылып, жез қазған кенті құрылады. Тұрсын Жұртбай. Балалар, мәтінде кездескен бала Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Ол кісі 1899 жылы дүниеге келген геолог, ғалым, профессор, академик. Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушысы, оның тұңғыш президенті болған. Енді балалар, сөздікке назар аударайық. Мыс, қызғылт сары түсті, жұмсақ металл. Табиғи мыс қоспасы құрамындағы басқа заттардан ажыратылмаған мыс кесегі. Атымен бірге деген мағынаны береді. Балалар, енді кішкене ғана Қаныш Сәтбаев туралы мәліметке назар аударыңдар. Қаныш Имантайлы Сәтбаев, қазақтың бұлы ғалымы, геолог, академик. Мыс жерден, ондан мыс өндіріліп, еліміздің өнеркәсібі дамыды. Сондықтан оның ашқан ғалым деп құрметтейді. Балалар, мәтін бойынша тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша жоспар құрайық. Бірінші, кен іздеген жолаушы. Екінші, берден ақсақалмен кездесу. Үшінші, мыс ойғанның шығу тарихы. Және төртінші, ақталған еңбек. Екінші тапсырма, WordWall қосымшасы арқылы тапсырмалар орындайық. Бірінші сұрақ. Мәтінде қазақ еліне шабуыл жасаған кімдер? Ойланайық, балалар. Дұрыс жауабы жоңғарлар. Келесі. Мыс ойған шұңқырының орнына қандай қала бой көтерді? Дұрыс жауабын тапсаңыздар, жез қазған. Келесі сұрақ. 300-дің баласы бірігіп, қай тауға таңбаларын салды? Дұрыс жауабын таптыңыздар деп ойлаймын. Дұрыс жауабы Ұлытау. Келесі сұрақ. Мәтінде қандай пайдалы қазба туралы айтылады? Дұрыс жауабын ойланайық, балалар. Дұрыс жауабы мыс. Және соңғы сұрақ. Қаныш Сәтбаев кім? Бұл сұрақтың жауабы геолог. Балалар, үйге тапсырма, мыс ойған шығармасын өздерінің нұсқаларында жазып келу. Балалар, сабағымыздың кері байланысын смайлик арқылы комментарийге жазып жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.